Илья Шансүгіров ақын, драмашы, прозашы. Оның поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлығының қатарына жатады. Қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Илья Шансүгіровтың шығармашылығы көп қырлы, алуан сырлы. Ақынның өнер тақырыбына жазған көрнекті поэмасының бірі «Құлагер». Қазақ халқының әйгілі өнерпазы, ардагер ұлы Ақан сері өмірінің трагедиялық кезеңін суреттеуге арналған. 1876 жылы Керей руының Паң Нұрмағамбет атанған үлкен байы Ереймен деген жерде әкесі Сағынайға ас беретін болып, сол асқа Ақан құлагерді бәйге қоспақ болып алып барады. Бәйгеге 1300 жүйрік қосылады. Құлагерді алғаш рет көрген кең бай сыршы алдынан ұмтылғанда аң құтылмас, артынан жөнелгенде жетпес жылқы деп жұрт таңғаларлық баға береді. Құлагер Ақан серінің сұлулығы, идеалы. Ақын мен тұлпар өмірі ажырамас тұстастық. Құлагер шешең сұңқар, әкең тұлпар, соғыппен дүниеңді 8 атқа, салбырап саптайықта төмендерінен, бұта тіресе қыс сағар сандал керім, құлпырған күлте жібек құйрығыңай, ор болып қалушы шапқан жерім, деп сипаттайды Ақан сері. Сол заманның зұлымдығы мен жауыздығының өкілі Батыраш. Ол Ақан серіне майданға ашық шықпай, жер астынан жасырынып келіп, өзінің қара ниетін іске асырады. Батыраш бала жастан атқа құмар, айқайшыл ата берген баққа құмар, арамой атынамыз ұршоқ бар, кір көңіл сарайының батпағы бар деп суреттеледі. Кіжініп ашу қысқан қарапайым халық Батыраш қылмысын дәлелдей алмады. Жұрт көпке тепсінген Батыраш шалдың есемде ел шапсамды алмай қойман деген сөзде төтеп бере алмай, көңілдер ырың-жырың болып тарқасады. Атының басын құшақтап зар жылаған Ақан сері, қош енді қалдың кейін құлагерім, тұрмадың жығылғаннан жылап едім, жалғанда саяқ жүріп таяқ жедім, көретін күнім шығар бұл да менің, деп атының қу басын өле-өлгенше сақтауға ант етіп, құлагерінің басын кесіп, жетім баласы мінгестіріп, қоңыр кешті жамылып жол жүріп кетті. Ақан қайғысы құлагер әнін туғызады. Өр көкірек пасық байларға қарсы қарапайым халықтың қайраты жетпейтін заман шындығы, күштілер өктемді жүргізген заманның мұңды сазын шеркеткен тарихы жыр деге келеді. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған Ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. Тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірмен Ақан маған, деп Ақанға дейін ілтипатын ашық айтады. Тәттен бермей халықтың сүйіспеншілігіне бөлінген Ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесі поэмада шебер көрсетілді. Осы бір поэма әлі күнге дейін шешімі таппаған әлеуметтік қоғамдық мәселелерді көтеріп, оқырманды сансыз сұрақтардың жетегінде қалдырады.